Малай фильмі ресейлік хиттің көшірмесі ме, әлде одан асатын ерекше нұсқа ма? Осы сұрақпен кинотеатрға барып келдім, жауабым да бар, сонымен бөлісейін деп едім, ендеше жайғасыңыздар. Тарихи контекстен бастайық. Малайдың түпнұсқасы «Холоп» деп аталады, ол 2019 жылы шығып, үлкен хитке айналды Ресейде. Көрерменге жаққанның бірден бір көрсеткіші прокатта тапқан пайдасымен 7 ел сатып алған адаптациясында. Қазақша нұсқасы шықпай тұрып, Малайдың франциялық, монголиялық және түрік нұсқасы шықты. Түріктердің нұсқасы біздің Малайдың қарсаңында прокатта болды Қазақстанда. Осы қыста көрсетілген еді бізде. Сонымен қатар Малай Unico Play компаниясының алғашқы туындысы және оған үлкен ставка жасалған. Сондықтан олар 100% хиттің өз нұсқасын түсірмек болды. Фильмнің функциясы түсінікті. Көрерменге жаңа компанияның қолынан келетін сапасын көрсету және прокаттан соң көрерменді өз сервисіне қызықтыру. Unico Play деген стриминг сервис. Дегенмен, түрік, француздар және монголдарға қарағанда бізге Ресей мәдени тұрғыда жақындау. Біз олардың тілін, мәдени ерекшеліктерін түсінеміз де танимыз. Сондықтан Малай фильмнің жетістікке жетуінде сәл күдіктенгенім бар. Бекер үйтіппін, негізі фильм тым жақсы. Біздің нұсқаның басқа нұсқалардан айырмашылықтары көп. Фильм авторлары барлық нұсқаларды қарап, қателіктерін түзеп, жақсы жерлерін үтіктеп шыққандай. Мысалы, француздар күшті моральды тақырыптарды көтергенімен юморын унитаз жаққа жібергендері бар. Түпнұсқаның кей сахналарда тереңдігі жоқ еді. Ал біздің нұсқа ойда салады, күлдіреді де. Басты кейіпкеріміз де ерекше. Басқа нұсқаларда басты кейіпкер өте әдемі жігіт. Содан олардың дөрекі қылықтары кешірімді көрінеді, өйткені психологиялық тұрғыда біз симпатиямызды баурап алған адамға жанашырлық танытамыз. Біздің кейіпкер болса стереотипті байдың баласы. Оны көрмегендерің болса, Жеңіс Жеков Атбайли Омаров сомдайды. Оның актерлік потенциалы бар екенін осынан 9 жыл бұрын-ақ Ақан Сатаевтың «Районы» фильмінде байқауға болатын еді. Онда Жека шағын ғана рөл сомдады, алайда ерекше органикасы бар екенін көрсетті. Енді міне басты рөлге де қол жеткізді. Оның қағып алған кейпі ерекше. Ол фильмнің басында жағымсыз, бірақ оның бір өзіне тән сүйкімділігі бар. Оның негізі жаман емес екенін, әншейін ішінде бір протест бар екенін түсінесің. Қызығы, о баста басты рөлді Ермек Шынболатов ойнауы керек еді. Кейіннен фильм режиссері Ернар Нұрғалиев басқа рөлге үмітті Жеканы көріп, басты кейіпкерді өзгерту керек деген шешім қабылдапты. Осылайша біздің нұсқаның басты ерекшелігі пайда болды десек болады. Фильмді әлі көрмегендерің болса, кішкене сюжетті тізіп өтейік. Бай кісі Байжандың баласы Чина стереотипті мажорик. Еш қашан жұмыс істемеген, әкесінің сөзіне назар аудармайтын, бір сөзбен қатты еркелеп кеткен байдың баласы. Әкесі телепродюсер әйелмен жасырын қарым-қатынаста, содан баласының қылықтарынан шаршаған Байжанға бір идея ұсынады. Чинаны өткен заманға түскендей шоу ұйымдастырайық деген. Шоу мақсаты Чинаны тәрбиелеп, мінезін өзгерту. Әзілдің бәрі осында басталады. Жалпы фильмнің әзілі толықтай Жеканың арқасында деп айтсақ болады. Сол Жекаға артылған жүк. Ол соңғы жылдары ахуалды болған мем-приколдардың ең танымалдарының барлығын айтып шыққандай болды фильмде. Ал фильмнің соңында соңғы кездері трендке айналып кеткен 4-ші қабырғаны бұзып көрерменге әңгіме айту деген әдетті мазақ етті. Оны бөлек атағым келді. Жалпы Малай заманауи қазақ киносының қазіргі кезеңінің астын сызып, трендтерін фиксировать етіп, уақыт капсуласына айнала алатын дүние. Басты рөлде танымал блогер. Кастта қазіргі кездегі ең үлкен сұранысқа ие актер. Қазақ сұлулығын шетелге танытып жүрген модель. Біраз фестивальдарды шулатып қайтқан фильмнің басты жұлдызы. Қазіргі кездегі киномыздағы жаңа есімдердің ішіндегі ең танымалдарының бірі. Режиссері қазіргі уақыттың ең көп жұмыс істейтін режиссерлерінің бірі. Саундтректе Молданазар, Аршат, Ика, Досмұқасан. Болашақта балалар сіздің заманыңыздағы кино қандай еді деген сұрақ қойғанда Малай фильмін көрсетуге болады. Өйткені қазіргі қазақ киносының элементтерінің барлығы осы фильмде жиналған. Тіпті қазіргі кездің ең танымал журналистерінің бірі Дина Төлепберген де актерлік шеберлігімен көзге түседі. Фильмнің жанры да заманауи классика, отбасылық комедия. Жанрлық ерекшеліктің арқасында түпнұсқадағы дөрекілік жұмсарды да қазақтың Малайын ремейктен ерекше туындыға айналдырды. Фильмнің ішінде ахуалды ғаламтордан келген юмор да, қоғамдық сатира да бар. Ол да қазіргі киномызға тән зат. Маған кредитін жауып тастасаң бәріне келіседі ғой деген әзіл тиді мысалы. Тиді емес, айналып тепті десек болады.
күлесің де көңіліңе алып қаласың. Бір сөзбен Малай жұртқа өтеді деген барлық элементтерден тұратын кино. Әрине фильм авторлары хитті керек етті, содан максимально мықты дүние жасамақ болды. Онысы қорытынды ретінде прокаттағы пайдадан бөлек киномыздағы элементтердің барлығы дұрыс ниетпен ынтаң болса хитке айнала алатынын көрсетті десек болады. Әрине қазақ киносының дәстүріне сай фильмді мінсіз деп айтуға болмайды. Малайдың екі қатарлас линиясы бар. Бірі өткен шаққа түскен Чинаның линиясы, екіншісі оған бас көз болып жүрген түсірілім командасының линиясы. Сол түсірілім командасындағы оқиға кейде жаңа жылда теледидардан көрсететін фильм-концерттің вайбына түсіп кететіні бар. Түсірілім алаңындағы қарым-қатынас мықты көрсетілген, иронияға толып тұр онысы, бірақ кейбір сахналары тым жасанды болып кететіні бар, кішкене фильмнің әсерін шаяды. Чинаның линиясындағы өткен заманда тек байдың қызының ерні ғана сұрақ тудырады, актрисаның түрі, бет-әлпеті тым заманауи көрінетіні бар кей сахналарда. Сонымен қатар фильмнің темпо ритмі жоғары. Көрерменге кейде ауа жетпей қалатыны бар, ритм ойлануға мүмкіндік бермейтін сияқты. Бірақ ол да заманауи киномыздың элементі. Басты кейіпкердің өзгергені де сол ритмде бос орын болмағаннан соң жасанды болып көрінетіні бар. Оның ойланып өзгергісі келетіні туралы асықпай көрсетіп беретін сахна жетпегендей болды, дегенмен одан фильм тым нашарлап кетті деп айта алмайсың. Бәрі орынды. Басқа кемшіліктерін байқамадым. Мүмкін сіз байқаған шығарсыздар, комментарийге жаза кетіңіздерші. Фильмде Молданазар тобының әні бар екенін атап кеттім, бірақ сол ән бар сахнаны бейнебаян қылып жібергені де қазіргі заманауи қазақтың киносының тренді. Өткендегі Қожада сәл сол фишканы қолданғаны бар еді. Жалпы Ғалымжан Молданазардың фильмдердегі клиптік нарезкалардан бөлек фильм жинап алуға болады негізі. Киномайталмандарымыз 10 жылдай болды осы элементті қолданып жүреді, қатты жақсы көреді оны. Негізі айтайын дегенім жақсы жұмыс атқарылды. Арнайы фильм үшін бөлек ауыл салынған екен. Ал Айханымды ойнайтын Мона жылқышы қыздың рөлі үшін арнайы дайындалған. Содан жылқы айдау оның хоббиіне айналып кетіпті өмірде. Монаға қатысты тағы бір қызық бар. Кезінде Мона тағы бір 90 сериалында Сұлу деген кейіпкерді ойнау керек еді. Онымен график бойынша келісе алмағаннан соң Сұлу рөлі Жасмин Сайділдиноваға берілген еді. Екеуі қатты ұқсайды негізі. Және осы Малайда екеуінің ұқсастығын қолданған. Фильмнің соңында Жасминнің камеосы бар, байқасаңыздар. Фильмнің соңына келіп жеттік біз, соңын кішкене талқылайық. Соңында екінші бөлімге жеңіл сілтеме бар, онысы тікелей айтылмағаны ұнады. Хитке айналсақ, екінші бөлімге орын бар, болмасақ жай ғана осындай финал деп жасалған сахнамен бітеді Малай. Фильмнің прокаттағы көрсеткіштеріне назар аударсақ, көп ұзамай сиквел туралы жаңалықтарды естіп қалуымыз мүмкін әрине. Айтпақшы, Малайдың прокатқа уақытылы шыққанын да атау керек. Қатарлас шыққан Қожа көрерменді қызықтыра алмады. Голливуд Ақшақардан басқа бәстесетін ешнәрсе шығармады. Ақшақар өзімен-өз быт-шыт шығып жатыр аяқта. Қаласаңыздар ол туралы бөлек шығарылым жасайын, керек деп комментарийға жаза кетіңіздер. Оған қоса Наурызға орай демалыс кинотеатрларды толтырды. Яғни Малай командасы барлық этаптарда мықты жұмыс атқарды деуге болады. Бәрін санап, уақытылы киноны шығарды. Енді сол жұмыстың жемісін жеп жатыр. Сендерге Малай ұнады ма? Комментарийде талқылап тастайық. Басқа адамның өмірін тәжірибе ретінде шоуға айналдырған дұрыс па деген тақырыпта тағы бір нәрсе көргілерің келсе, Труман шоуы фильмін кеңес етем. Джим Керри түседі ішінде. Сонымен қатар біздің Малайды басқа адаптациялармен салыстырсаңыз болады. Қазақша нұсқасына мақтан тұтасыз, уәде. Осымен айтарым бітті, лайктарыңызды аямаңыздар және келесі көріскенше жақсы кино көріңіздер.